Сәлем достар, сіздерге қайта қауышқан мен Бейсай Жанкизат, және бүгінгі видеоны мен өзім жалғыз түсірмеймін. Оны мен сіңілім Индирамен түсіретін боламын. Бұл видео болды болмады деп аталады. Бұл видеоға біз арнайы болды және болмады деген екі қағаздар шығарып алдық. Олар болды және болмады деген сөздермен біреуі маған, біреуі Индираға. Видеоға сұрақтарды арнайы камераның артында менің апаларым оқып отыратын болады. Сол сұрақтарды білмейміз, оқыған да жоқпыз, көрген де жоқпыз, және де қазір қызық болып тұр. Сондықтан көп сөзбай бастайық. Бірінші сұрақта біз сендердің шын қалыптарыңды көретін боламыз. Ал сұрақты оқитын болсам, сабақтан үш алып жылаған кездерің болды ма? Болмады екен, жарайды. Екінші сұрақ, шаштаразға барғанда шаштараз шашыңызды бұрыс қиған кездерің болды ма дейді. Болды екен, Индирада болыпты. Мен шашымның астын мынандай үш бұрыштап қояйын деп жатқан кезім болды. Ол жарты дөңгелек қылып қойған кезде болды. Мен шаштаразға бармаймын. Мен расстроенный болып ұялатын түсін. 1 килограмм тамақ жеген кездерің болды ма? Болған жоқ ондай. 1 килограмм емес. Төртінші сұрақ, Хэллоуин образымен көшеде жүрген кезің болды ма? Болған жоқ. Хэллоуин тойламаймын, сондықтан жоқ. Сіңір ма? Бесінші сұрақ, кішкентай баланың, яғни сәбидің үстіңді бүлдірген кезі болды ма? Түсіндіре кетсеңдер, ол қалай болды деген. Айтсын, неге десіз? Енді әр адам, енді сіңілісі немесе інісі бар адамдар түсінеді деп ойлаймын. Олар кішкентай кезінде көтеріп жүрген кезде айтпай қалай бүлдіретін, бірақ сені бүлдіріп жібереді. Сол болды. 6-7 сұрақ, короче. Күні бойы фастфуд жеген кезің болды ма? Менде болды. Достарымен қыдыр жүргенде біз таңертеңге қаратай шығамыз, содан түскі асты, бургер, сондай бірдеңе жейміз, кешкі ас қаратай солай болғандықтан. А просто мне не разрешает. Жетінші сұрақ. Мезеншегіңді стол шетіне соққан кезің болды ма? Болды. Саусағыңды вообще столдарға ұрып алған жоқсың ба? Аяғыңның шетіндегісің. Столға емес енді? Шкафтарға сын. Онда болды. Болды, бәсе барлық адамда болады ғой ол деген. Откуда знаешь, бір адамда болмаған шығар. Мен күн сайын ғой почти менде деген аяғым соғып ала береді. Егер күнде болған жоқса, комментарийде жазып лайк басып кетсін. Далада жүргенде аяқ киімің жыртылып қалған кез болды ма? Болды. Менде де болды. Мен бір рет кроссовки 2 жыл бұрын ба қалған жүріп, сүйікті кроссовкимен келе жаттым, да сосын бір кезде аяғыма қарасам, мынау кроссовки ортасында бүйтіп болып кеткен. Қайда жыртып алғанымды білмеймін, әйтеуір шығып қалды. Мен 1 сентябрь, 25 майда босоножкамның жағын жыртылып қалып, сосын үйге жалмай қойдым. Сосын алтыны жазда мен босоножкам жыртылып қалдым. Машина айдаған кезің болды ма? Болды. 1-2 рет әкемнің машинасын айдап көргем. 1 рет қана өмірімде. Үйді кішкене ғана айдадым. Маған әке деп әдістетті. Мен түсімде айдадым машинаны. Жаңадан киім сатып алып, оны сол сәтте бүлдіріп, немесе жыртып алған кезің болды ма? Болды. Менде болған жоқ. Сол сәтте емес, бірақ сол бір күн ғана, сол бірінші күні ғана киіп жыртып алған, бүлдіріп алған күндерім болды. Мен Астанада болған кезде килотойымда бір-ақ күн кидім да, оны жерге құлап түстім, сосын жыртып алдым. Бір күнде үйді 5 рет тазалаған кезің болды ма? Болды. Менде мана біз балдар бір үстін киіндір ластық тастаған сияқты бір проблемалар болған. Сондықтан үйдің бәрін жуып шықтым. Мен максимум 3-4 рет шығар күніне жуғаным болды, бірақ 5 рет емес. Сұрақ, тортқа бетіңді малған кезің болды ма? Мен подружкам туған күнде қызыққан алған кезім болды. Мен торттарды аяйым, одан қайта жеп қойғаным артық деп алмаймын.
Фотоға неода түсіне түскен кезің болды ма? Конечно, болды. Ол бәрінде болады. Сол ғой. Мұғалімнен ұрыс естіген кезің болды ма? Болды. Жоқ, енді прям ұрыс емес. Да. Ескерту шығар. И то аз деймін ба? Бұл сұрақ әсіресе Айжанға қатысты. Тіркелушілеріңді жақсы көрмеген кезің болды ма? Болмады, ешқашан. Сен не жауап бересің? Мен инстаграм өтейді. Жоқ, ешқашан болған жоқ. Мен әрбір тіркелішімді жақсы көремін. Осымен менің сіңілімен бірге түсірген болды. Болмады. Видеосы аяқталуда. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Сұрақтары өте қызықты болды. Кейбіреуі күлкілі болды. Біздерге әйтеуір ұнады. Екеумізде көп күліп алдық. Осы видеоға лайк басуға, менің каналыма, инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтетін боламын барлық әлеуметтік желілерімде. Авторның инстаграмына тіркелмей қойдыр. Оны айтпаймыз. Ол өзі айтты, мен атын айтпай қоймай, так что ол инстаграмда айтпай қоймай. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Мен Индира. Сау болыңыздар.